2020 жылы маусым айында Атакент павильонында нысанында мобильді зертхана ашылды. Зертхананың құрылуына 3 аптадай уақыт жұмсалды. Содан кейін Қытай еліндегі әріптестерімізбен бірге тесттік зерттеулерді бастадық. Ол кезде төтенше жағдай жойылған болатын. Бірақ қалада әлі де науқастармен, онымен байланыста болған адамдардан ПЦР әдісін алу өзекті мәселе болатын. Жаңа мобильді зертхананың орнатылуы дәл уақытында болды. Мені таңғалдырғаны, зертхананың қуаттылығы тәулігіне 5000 зерттеу жасалынып, мұндай қуаттылықта қалада ешбір зертхана болмаған. Ол кезде бізбен бірге жұмылдырылған 5 адам болатын. Сағат таңғы 8-9-ға қарамадық. Түнгі сағат 4-3 таңғы 5-ке дейін жұмыс жасадық. Яғни біз ол жерде 24 тәулік бойы жұмыста болдық. Біз мынау 2020 жылдан бастап шілдесінде коронавирус басталғанда осы жерде мына ПЦР бөлімін ашқанбыз. Содан бері мен осы уақытқа дейін жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұл бөлімде біз бірінші коронавируспен жұмыс істедік. Бұл кезде біз бүкіл қаланы обслуживать еткенбіз. Коронавирусты бітпейді деп ойлап едік. Міне осы уақытқа дейін енді қазір коронавирус жоқ. Онда да біз жалғастырып, ары қарай басқа вирустармен де инфекционный больница болғаннан кейін энтеровирус қосылып жатыр қазір бізде. Енді біз өзіміздің жоспарымыз бар, оған занозный инфекцияларды қосып жатырмыз. Оның ішінде коклюш, корь, краснуха, солармен де жұмыс істейміз. Бұл жерде бізге мынау заманауи автоматтық шетелдік аппараттар орналастырылған бұл жерде. Бәрі автомат түрінде ПЦР-ді сол аппараттармен істеп жатырмыз. Ұлттық сараптама орталығының атынан Болат Өтемұратов қорының 10 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің аурухананың атынан Болат Өтемұратовтың қорына зор алғысымызды білдіреміз. Мынау келе жатқан 10 жылдық мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Қор ұжымына зор денсаулық, қажымас қайрат, жұмыстары тек қана алдыға баса берсін деп тілеймін.